Міне өстіп, біраз арада уақыт өткеннен кейін Амина жаңағы Абдулланың жаңа Мединада қайтыс болды дедік қой, әкесі. Сол жаққа барып қайтайын, сол жақты зиярат етіп қайтайын, жаңа нағашылары бар. Сол жаққа барып, қасына жаңа пайғамбарымыз, Сәби пайғамбарымызды алып, алхамдулилля, сонымен сол жаққа жолға шығады. Абдул-Мутталиб аталары басқарып барады бұл нәрсені. Сөйтіп олар Мединаға келеді. Мединада сол жақта болады біраз уақыт. Қайтар кезінде анасы Мекке мен Мединаның жаңағы арасында жолда Әл-Әбуа деген бір жер бар, орын бар. Сол Әбуа деген жерде ол кісі көз жұмады. Сөйтіп пайғамбарымыз сасам өміріне қарасаңыздар, міне әкеден жетім қалды кеше, анасының құрсағында еді. Міне қазір 6 жаста анасынан жетім қалды. Бұның барлығы жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің кішкентай күнінен не нәрсеге дайындап отыр, Алла тағала сынаққа дайындап отыр. Яғни бұл не деген сөз? Ертең ешкім мен жетім болған едім, сондықтан мен бұл жолды біле алмадым. Мен жетім болған едім, сондықтан тура жолды ұстауға менде мүмкіндік болмады деген күллі жетім атаулыға жол кесілді, сылтауға. Өйткені ол жетім болған. Сосын бұл жерде Алла тағаланың көрсеткісі келетіні, жетімдік деген ол айып деген сөз емес ол. Осыны көрсетіп отыр. Алла тағала біреуді сүю үшін оның жаңағы жетім болмауы шарт деген шарт жоқ. Міне жетімді сүйді Алла тағала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сосын ол жерде көрсетті. Алла тағала өз тәрбиесіне алады баланы. Өз тәрбиесінде Алла тағала өз тәрбиесімен тәрбиелейді. Алдында кіріскелі тұрған ісі өте үлкен іс, құрметті жамағат. Ол іске төзімді адам керек. Ол іске ең бірінші орында настроениесі түсе бермейтін адам керек. Алланың жолындағы ердің тақырыбы ол настроениеге қарамайды ол. Ол Алла тағаланың тапсырмасында жүреді. Сондықтан мына жаңағы әкесінен жетім қалу, одан кейін анасынан жетім қалу деген қиыншылықтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкентай күнінен Алла тағала тәрбиелеп келе жатыр. Алайда ерекше қамқорлықтардан мына қамқорлық кетіп баратса, одан кейін қамқорлықты сына қояды. Міне осылайша жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам анасы қайтыс болғаннан кейін ол кісі Абдул-Мутталиб атасының жаңағы толық қамқорлығына өтіп, Абдул-Мутталибті мысалы ол үлкен беделді адам сол кездегі Меккенің жаңағы Қағбаның қасында бір кілем жайып бүйтіп отырған кезінде де ешқашан балалары алдында отырмайды. Анандай жерде отырады балалар. Мұхаммед пайғамбарды бағана айттық қой, Алла біреуді сүйсе, Жебірейілді сүйеді, одан кейін жаңа сүйгізіп қояды. Соны жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сәбиді алдында отырғызады. Өйтіп ешбір баласын отырғызбаған дейді тарихшылар. Бірақ оны отырғызады. Іздейді, бұл қайда кетіп қалды деп. Бір күні Абдул-Мутталибтің бір түйелері жаңағы жоғалтып алады да, сонымен әйтеуір пайғамбарымыз жаңа көзіне түсіп қалғаннан кейін, «Ей Мұхаммед, барып ана түйелерімді қарап берші, жоғалып кетті» деп айтып қалған. Пайғамбарымыз сосын тапсырманы орындауға кетеді. Содан 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат, 4 сағат, 5 сағат жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жүрегі соғады. Қорқынышты болып жаңа Қағбаның қасына келіп, «Я Алла, Мұхаммедімді қайтара көр, қол қабысымды қайтара көр» деп жаңағыдай дұғаларын жасап, сөйтіп Қағбаның қасында неткенде кешке жақын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы түйелерді айдап келе жатыр екен. Міне. Сонда соны келген бетте жаңа құшақтап, сүйіп, енді ешқашан сені өзімнен алыстататын тапсырмаға жібермеймін деп, сондай жаңағы серт байлауға дейін барған. Бұл серт беріліп жатқан, бұл сөз, бұл сезімдер қайдан келіп жатыр? Біз кейде ойлаймыз ғой, адамның өзінің бойынан ғана келе береді деп. Ешбір істі Алласыз тек адаммен байланыстыруға болмайды, құрметті жамағат. Мысалы, ол туысқаны болса да, ол атасы болса да, өйткені неге Абу Лахаб, ол туысқандық қана бір жерде себеп болса, неге Абу Лахаб сөйтіп құшақтамады оны? Кейін неге қарсы шықты дегендей мәселе. Сондықтан күллі нәрсе Алланың мүлкі. Мысалы қараңыздар, Абу Салама мен Умму Салама Алла тағала тарапынан күллі мұсылмандарға Мединаға хижрат жасаңдар деп бұйырған кезде, хижрат парыз болған кезде, бірінен соң бір сахабалар көшіп кетіп жатады. Сөйтіп Абу Салама мен Умму Салама жаңа кішкентай балалары бар. Екеуі де көшуге бел байлап, сөйтіп жаңағы әйелін отырғызып, Абу Салама алдына баланы отырғызып,
сөйтіп жиналып кетіп баратқан кезде әйелінің жаңағы төркіні толық келіп, сол жақтың жаңағы көкелері жүгіріп келіп, сен енді Абу Салама кеткің келсе кете бер, сен бізге тек жаңағы күйеу боласың, кетем десең жолың ашық сенің, бара бер, бірақ мынау әйелің біздікі, оны бермейміз біз. Сол жерде мені де сол жерде жаңағы жұлып түсіреді, одан кейін баламды алып алады. Бұл кезде Абу Саламаның жұрты келеді, жігіттің жұрты келеді енді. Олар келіп, қыздарыңды асыңдар ала беріңдер, ана баланы біздікі деп тартқан кезде қолы шығып кетті дейді баланы. Сол қолы шығып кетіп, осындай жағдайда болып, әйтеуір Абу Салама сөйтіп кетті. Бір жыл бойы мен таңертең жаңағы далаға шығып кетемін дейді, таң намазынан кейін. Сонымен кешке дейін жылаумен боламын дейді. Не балам жоқ, не күйеуім жоқ, осындай жағдай. Сосын әйтеуір бір туысқан өтіп баратып, ана бейшара әйелді жылатып қойғандарың не? Алланың ісі. Біреуді сөйлетеді. Ананы жылатып қойғандарың не? Обал қой ана. Күйеуі бар, баласы бар. Бізде енді әйелдің орны күйеуі қай жақта болса, сол жақта емес пе? Сондықтан аны жіберіңдер деп, барлығы сол жерде расында да деген ойға келе қап. Сөйтіп Умму Саламаға жаңа түйені дайындап, баланы қолына беріп, барсаң бара бер деп жібереді. Жалғыз өзім жолға шықтым дейді Умму Салама. Осы жерде қазір қызығы осы жерде болады. Жалғыз өзім түйенің үстінде алдымда жаңа балам өстіп келе жатырмын. Алла Тағалаға тәуекел етіп, сөйтіп алдымыздан бір Усман деген кісі шығады дейді. Үлкен кісі. Сосын, қызым-ау, қай жаққа барасың жалғыз өзің деп. Мединаға, күйеуім сол жақта еді деп айттым дейді. Мына әйел адамда сонша қашықтық жерге, Меккеден Мединаға дейін қанша, бір 500 шақырымдай дейік, өзіңіз ойлаңыз. Мен мына ар-ұжданым жібере алмайды сізді жалғыз деп айтты дейді. Түйенің дізгін ұстайды, сөйтіп келе жатыр дейді. Сөйтіп бір тоқтайтын уақыт келді, сөйлеген жоқ дейді мүлде маған, қараңыз. Тоқтайтын кезде түйені шөктірді, анау жаққа қарай кетті дейді. Мен бұндай әдепті көрген емес едім дейді. Түйеден түсіп, мен де өзім жайғасып, азықтанып, сөйтіп демалып болғаннан кейін біраз уақыттан түйені алып кетті де бір ағашқа байлап қойды дейді. Сөйтіп жолға қайтадан шығатын кезімізде түйені әкеп жаңағы жерге қойып, шөктіріп, былай кетіп қалды дейді. Сосын мен түйеге отырып, ол тұрғызып осылай жүреді. Осылайша Мединаға, Куба деген жер Мединаға жақын жерде. Соған жеткенге дейін әні көріп тұрсың ба? Әні күйеуің анау тарапта. Ал енді Алланың берекесімен бара ғой деп айтты дейді. Бұл кезде әлі жаңағы мұсылманшылықты қабылдамаған кез ол кісінің. Оны ескеріңіз. 500 шақырым жерге адамның бойындағы жаңағы Алла Тағала пайдаланады. Кез келген, мысалы. Сізге біреудің көмегі керек болса, мысалы, Тағала оны сізге пайдаланады, ол адамның көмегін сізге алып келіп көмектестіреді деген нәрселер. Ешбір істі адамның өзімен байланыстырып шектеліп қалмаңыз. Шүкірсіз болып қаламыз ол мәселеде. Раббым ғой бұны алып келген деңіз. Раббым ғой деген нәрсені әр жерде болу керек. Сонда мен бұндай адамды көрген жоқпын. Жол бойы менімен сөйлеспеді де, бөтен әйел деп әйелге. Бұл қандай сол кездегі халықтың ішінде жақсы адамдар бар. Адамгершілік шын мәнінде мол толып тұрған. Қазір егер міне пайғамбарымызға куәлік беріп дінді қабылдай қойса, автоматты түрде басқалардан озып кетейін деп тұр.